Сәлем, қалайсыздар? Бүгін күшті отыр Қызылордада жаңбыр жауып. Күн деген әлі жып-жылы. Биыл қыс болмайды шығар, көбісі айтып жатыр ғой, қыс жылы болады деп. Бет-аузым кішкене ісіп кетіп тұр. Аякушты сабаққа апарып тұрмыз. Кішкене қарны ашып тұр екен. Соған свежий булочкалар алайын деп смолға келе жатырмын. Осы смолдың іші күшті. Ішіне. Ой, обожаю осындай елкілерді. Жылтырлақ болып тұрғанда. Екі қызы машинаға тастап кеттім, а то қазір олар таңдай алмай бір сағат тұрады. Өзім таңдап әкеп беремін, не жейтіндерімді деп. Неше түрлі тәттілер тұр мына жерден, арсаңшылар свежий ғой, очередке тұрдым мына жерде жаңа алу үшін. В общем, су, қыздарға самса, пирожки алып алдым. Именно асыққан кезде қырсық қой, бірақ кассасы істеп тұрды. Очередь көп қой, азанменше көп продукт алып. Аякуш кішкене кешіп қалатын болды сабақтан. Жаңбыр отыр, күйіп кетті ғой жаңбыр. Қарны ашып қалған қыздар үйден завтрак ішіп шықсақ та, осы смолдың қасына өтіп баратқанда бәрін алғымыз келеді, өткені күшті, пісірет ішінде тәттілер свежий қылып ше. Мен соны жеп отырмын. Аяна салфеткамен жеу керек еді, курткаңды бүлдіретін болдың ғой. Сөмкісіне сап алады қазір бір пирожкиді. Бүгін Аякушты шамалы кештеу алып келдік. Өткені кеше ерте алып келгенбіз ғой, апайды дұрыс ерте келмепті да. Сосын бөтен оқушылар отырды дейді. Мен қорықтым деп, сосын құрсын деп бүгін кештеу апардық. Апайда барған, оқушылар барған кезде апардық әдейі. Дала жаңбыр. Бізде зонтик жоқ. Жаңбырдың астында келатыр, Анелюк екеуміз. Бізде негізі Қызылордада жаңа зонтикті көп ұстамайды ғой. Непривычно зонтик деп айтқаншы. Үшін біз банкке келе жатырық, бір документтерге. Анелюк мен қасыма. Андай мен. Цирк. Цирк болып келе жатыр. Так, телевизордың даусын басамыз. Аякуш бірдеңе көрсетем дейді. Тәтесі Аякушқа осындай сыйлық әкеп берді. Нан саймын ба? Аха. Ойыншықтың жан-жағына қалам жабыстырып қойған ғой. Ойыншық емес пе? Енді ойыншық қой мынау. Қараңғы болып кетті ме? Мына жағы, мынаның бәріне қаламдар жабыстырып қойған ба? Парақты ұстап тұршы қатты. Осылай сызады екен. Тәтесіне біреу сыйлық, досы сыйлыққа берген, тәтесі Аякушқа сыйлыққа береді. Аякуш Алиханға береді шығарсың енді. Мына қыздардың тастап жатқан қағаздары. Реттеп жатыр шкафтарын. Ау деген қырыққан, суреттер салған, общем керек емес уже қағаздар, черновик қылғандар. Міне, мынау деген альбомы бітіп жатыр екен, мына қараңыздар, мынандай просто қоңыр, көк, сары, бояған, қоңыр, көк, сары, қара. Ойын ойнадыңдар ма, или просто? Ойын ойнадық, бисерлермен. Осылай тастап жатыр. Біздің қыздарға вообще барлықтарына сондай шығар. Қағаз шақ келмейді ғой. Мынау деген пачка қылып алған. 2 айға да жеткен жоқ, уже мынандай оқып, мынау деген көп болған. 500 штук. Екеуіңе еш нәрсе жетпейді шығар. 500 штук түгін. 500 штук түгін. В общем, осылай. Мен немнеге жайып қойдым, қап-қара қылды, үстін бояу қылды. Андай сүртілетін дастархан сияқты жайу кереккен. Қыздар бояған кезде сүртіп тастайтын. Мынаяқта бар ғой, әлі қанша қағаздар. Мынаяқтан шығарып жатыр тағы да тастайтын мусорлар. В общем, шығармашылықтың қыздары мусорлады жан-жағының бәрін. Осыларды мен жинастырып жатыр, маған беріп жатыр, мен осылардың бәрін жинастырып. Ойбай, не дейді? Қызартып борсақ пісіріп қойдым. Анелюк, жоқ, Алихан борсақ сырады. Азында сүтке ғана қамыр ашты қойым, неқті шамалы қамыр қалды. Одан мен пегоди жасағым кеп тұр, шамалы ғана. Оны Аяна сұрап жатыр. Пегоди жегім келіп жатыр деп.
В общем, осылай пысық болып жатырмын бүгін. Обедке ет асып жатырмын. Яқтан бір құрап уже болды қайнап тұр. Қазір мыналарды алып тастап, еттерін алып тастап, лапша сала-салат шығармын. Главное, ет асып қойсаң болды ғой, ары қарай әйтеуір лапша сала-саласын, или күріш саласын. Амында Алихан деген батыр, мамасының арыстаны телефон көріп жатыр. Арасында көруге болады телефонны, жерге борсақ қойып жеп отқан. Борсағын тауысып қойдың ба? Салфеткінің үстіне қойып жейді өзі. Борсағын тауыстың ба? Тәтті ме екен? Тағы бейім ба? Қаза әкеп бейім. Мамасы болсақ әкеп бейді. Мына жерге қойып жей, сосын май қылмай, май қылмайсың ба? Май қылмайды өзі. Ақылдысың ба сен? Ақылдысың ба сен? Ақылың көп па сенің? Алло, мен кімге айтып жатырмын? Алиханға айтып жатырмын ба? Енді Алихан ақылы бар ма айтсай? Бар ма жоқ па? Ақыл жоқ дегеніңіз? Бар ғой ақылың. Ал қыздар, как всегда, бірдеңемен айналысып жатыр. Бұл жол не істеп жатсыңдар? Столдарының үсті шашылып жатады. Өйткені бірдеңені қырқып жатады, бірдеңені жабыстырып жатады, бірдеңені салып жатады. Бұл жолы бір түрлі қорқынышты қызға шаш жабыстырып жатыр. Тірі қорқынышты қыз екен. Ойбай, мынаны ерінбей қырықтыңдар ма екеуің? Кім ол дейді Алихан көрсетіп. Танисың ба? Танисың ба? Міне мына қыз. Міне түрін қара. Танисың ба? Көрсетіп тұр ғой. Ана қырқып тастағансыңдар ма еще? Сонымен шаш жабыстырып жатсыңдар ма? Иә. Дұрыс болған екен. Ана қазір жердің бәрі мынандай болып шашылып жатпасын. Өздерің жинайсыңдар. Лапша сала салдым. Лапша деген күтті аяқ болып қалды енді. Үйде лапша бар. В общем, үйде барлығы байып тұр екен. Біреу таусылса, бәрі бірге таусылатын әдеті ол. Сонымен қазір енді спискі тамақ ішпағаннан кейін құдай қаласа спискі жазып. Аяна, қарның ашма не қып тұрсың? Спискі жазып, ертең молодец, ертең продуктыге шығу керек екен. Пигоди жасап тастадым, уже кішкентай мантоварка жасадым, кішкентай қылып. Енді мықты ыдыстар бар, соларды жууым керек. Лапша жеп алды жаңа обедте қыздар. Айттым ғой, үшін бүгін пысық болып жатырмын. Біздің тез дайындаған пигодиіміз дайын болды. Осылай дәулер де бар, кішкентай. Бауырсақ па бұл? Алихан бұны бауырсақ дейді. Мама, бауырсақ берем. Иә, қазір берем. В общем, тамақтанып алайын деп жатырмыз. Алихан Аянаның заказы. Анүлікті сабақтан алып келдік. Шулай магазиннен кішкене ғана заттар алдық. Кетчуп, майонез. Қыздар өткенде бір челленджде анүлік жеген. Сонымен жақсы өріп қалды. Тук үшеуін алып алып. Мынау Алихандікі қыздарды өзіне. И нутелла алдық. Нутелла мынандай аязы тағып көтті. Мынау просто қағаз. Бүйтіп қарасам мата сияқты, шынымен қаппақ сияқты тегісіп қойған. И үй жақтағы магазинге кіріп 1000 теңгеге, міне 1000 теңгеге не келеді? 1000 теңгеге 3 алма, 3 банан. Алихан уже 1 банан жеп жатыр и 3 құрма алдым. 1000 теңге ғана қалды да енді қалтамда. Сөйтіп банан ғана ала салайын деп кіргенмін. Сөйтсем осынша зат келді. Қуанып қалдым ше. 3 банан, 3 алма и осындай ғана құрма алдым. Өзіме балалар ше, жемейді. Күшті ғой, бірақ соны жемейді. Енді қазір шай тамақ дайындаймын. Күшті передачалар береді. Қазір балапаннан кино, мультиктері қандай күшті көрмейді ғой біздің балдар ше. В общем, мен видео монтаждап отырмын ғой. Алихан өзі кеп тұр, мама мені түсірші деп. Айт, сәлем достар де. Сәлем достар. Сосын тағы не айтасың? Жұмыстемін. Жұмыстасың ба сен? Жұмыс істейсің ба сен? Жұмысқа кетіп жатсың ба? Енді айтсай өзің. Мұның өзі түсір деп алып кетіп қалған. Ау? Жұмысқа кетемін. Жұмысқа баратсың ба? Қайда жұмыс істейсің сен? Базарда. Базарда? Күшті ғой, сен базарда істейсің ба? Түрсімен жүрсің ба сен?
Базарға барып келдің ба? Иә. Не жұмыс істейсің базарда? Базарға бабам ғой. Сосын, ятағай, шорты киіп алсай. Ятағай болмай ма? Бабам ба? Машина аласың ба? Қандай машина аласың? Тойота. Ойбой, Тойота алады. Достарға айт, не жеп атсың? Бауырсақ. Бауырсақ тәтті болды ма? Тәтті болды ма? Енді айт, достар, бізге лайк басыңдар деп айтшы. Басында. Көп комментарий жазыңыздар де. Көп бауырсақ. Жазыңдар де. Машина сасында. Машина смайлик тастап кетіңдер де көп қып, е? Ондай смайлик кетіңіз бән жарайды. Онда жүрек смайлик тастап кетіңдер де. Тойота машина аламын. Ол Тойота машина алады екен. Онда мен влогты осы жерде аяқтайын. Бізге тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Пока-пока деп айтсай кел, Әлихан. Кел, бол тез күтеміз. Айтпайсың ба? Пока деп айтпайым деп айтшы кез хотя бы. Қош. Сау болыңыздар. Пока-пока. Пока-пока. Ей, олай емес бай. Әдісі? Ей, кетші. Ондай да бар ма? Әдісіз.